Өңірде медицина мамандары жетіспейді. Аудандарда хирург, гинеколог, анестезиолог дәрігерлер жоқтың қаса. Ал емханаларда бар мамандардың кейбірі науқастарға дөрекілік танытып суық қарсы алады. Осы және аймақ медицинасына қатысты өзге де түйткілдер облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті ұйымдастырған кездесуде жан-жақты сөз болды. Өңірімізге жыл сайын жас дәрігерлерді тарту жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен кадр тапшылығы әлі де бар. Әсіресе облыс орталығынан шалғай жатқан аудандарға оқу бітірген жастардың барғысы жоқ. Бұл туралы ауылдағы ағайынмен жүздескен мобильді топтың мүшелері хабарлады. Одан бөлек халықтан түсетін шағымдардың бірі медицина қызметкерлерінің этикасына қатысты. Иә, дәл осы әдеп мәселесі бүгінде көптің көзінде, қала берді сөзінде. Өзінің уәкілетті органдары арқылы тиісті бюджет бөліп, және де тиісті басшыларды тағайындап, яғни мемлекеттің бір құрылымдық бөлімшесі ретінде қалалық не аудандық ауруханалар, поликлиникалар жұмыс жасайды. Бірақ ондағы тәртіппен басқа да әдеп, немесе де басқа былай айтқанда азаматтарды қабылдауы, сол қызметті алуға келіп тұрған мемлекеттік қызметті, ол жеке поликлиникаларда өте аз, өте түсініксіз. Бұл да бір былай айтқанда мемлекеттің беделін түсіретін мәселелердің бірі.